Құрбан айт мейрамы кезінде егер карантин созылатын болса, біз естеріңізде болса өткен ораза айт кезінде Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы нақты шаралар қабылдап, құрбан айт, ораза айт намазы оқылмаған. Бұл жағдайда да егер созылып жататын болса, айт намазын өкінішке қарай біз мешіттерде оқи алмаймыз. Алайда құрбан айт мейрамы құрбандық шалуменен ерекшеленеді ғой. Құрбандық малын шалуды қашықтықтан да орындаса болады, тапсырыс беру арқылы орындаса да болады. Осыған біз Алла қаласа жағдай жасауға тырысамыз. Әрине ол жерде жергілікті әкімдіктің де үлесінде реттеу жұмыстары болады. Ал енді құрбан айтты уақытын келетін болсақ, құрбандық шалудың уақытына келетін болсақ, биыл егер 31 күні деп болжанып отыр, 31 күні таңнан 3 күн бойы, күн батқанға дейін құрбандық шалуға болады. Құрбандықтың шалудың шариғат құрбандық шалуды барлық адамға жүктемейді. Тек қана жағдайы бар адамдар құрбандық шалу міндеттеледі.